Hey, what's up everybody? Welcome back to the channel. Сәлем, қаларыңыз қалай? Бүгінгі көретін тақырыптарыңыз Phrasal verbs for work. Жұмыс барысындағы фразалар. Егер де сіз шетелдік компанияда істейтін болсаңыз, сондағы ағылшын тілінде сөйлейтін адамдардың кейбір сөздерін түсінбей жатамыз. Олардың басты себебі, мен өткенде видеоларда айтып кеттім, олар көбінесе фраза керектенеді. Ағылшын тілінде фразалар өте көп. Олар 2 немесе 3 сөзден құралатын болғандықтан, оларды біз тура аудара алмаймыз. Яғни олардың мағынасы өзгеріп кетеді. Сондықтан бізге түсіну қиын келеді. Сондықтан осы фразаларды біліп жүру қажет. Біріншісі burn out. Егер тура аударсаңыздар, burn өртену, out өртеніп жанып кету. Ал егер фразалық мағынасы болғанда, қатты шаршап кету. Мысалы, I'm all burned out. Мен қатты шаршадым. The burnout or sensing burnout, either in your personal life or your job, or in any way that burnout affects you personally. Екіншісі, take over. Қарамағын алу, міндетіне алу. Мысалы, could you take over the task while I'm gone? Яғни, мен кеткенде, менің жұмысымды міндетіне ала аласың ба? Келесі, call off, немесе cancel, жою, немесе қуатсыздандыру. Мысалы, the meeting was called off. Жиналыс қуатсыздандырылды, яғни болмайтын болды деген мағынада. Her and John are calling off the wedding. I'm giving John like a few days. Hand in, өткеру. Мысалы, every Friday we have to hand in the reports. Әрбір жұма біз репорттарды өткеруіміз қажет. Knock off. Жұмысын уақытша тоқтату. Үзіл салу немесе кешке жұмыстан тарағанда knock off деп айтады. Let's knock off for lunch. Түскі тамаққа жұмысымызды тоқтатайық. Take on. Бұл жұмысқа алу. Мысалы, the company took on so many students this month. Fill in for. Басқаның орнына істеу. Мысалы, this week I'm really busy as I'm filling in for my manager. Бұл апта мен өте қарбаласпын, себебі мен менеджерімнің орнына істеп жүрмін. Why are you talking to me? Mrs. Hudson took my skull. So I'm basically filling in for your skull. Relax, you're doing fine. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті және пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше, see you soon. Bye bye.